Мен сен келетінін білдім, Джонни. Ойбай, досым, қашаннан бері тұрсың, тоңып қалған жоқсың ба? Мен сен келетінін білдім, Джонни. Қумаш, сонда бір жыл күттің мен армиядан келгенімді. Мен сен келетінін білдім, Джонни. Қош, қайдан білдің? Мен сен келетінін білдім, Джонни. Қумаш, магазинге өзің жібердің ғой? Мен сен келетінін білдім, Джонни. Брат, қарызым қайтаршы енді. Мен сен келетінін білдім, Джонни. Джонни, лахан тәстімі лөк. What the fuck? Вайнерлардың оқырмандары бронда. Дәурен инстаграмда обновить етіп жүрші, вайндар шыққан шығар. Блин, әлі шықпапты. Бір күшті вайн шықса екен бүгін, бүгін қандай вайндар шығады екен? Жаратын сияқты бүгін. Андай группаластар туралы сондай вайндар шықса екен, Вайнерлардың оқырмандары қазір. Достым, обновить етіп жүрші, вайнерлар бүгін не ойнатып жатыр екен, қарашы, машина шығады. iPhone 12 ойнатып. Нормально. Қатқан мен маған. 12 Pro ма? Ойнатқаннан кейін сразу машина ойнату керек, достым. Брат, құнықпаш, блин, не болды? Арасында ойнатып тұрады ғой, нормально. 12-де дырымдатады екен. 12 дырымдатам екен? Сенің жынды класстастарың. Мал, сенің дәптерің ғой, сенен өшіріп. Ағай, бүгін 8 март қой, сабақ 35 минуттан болады шығар, Жоқ, тек қыздарға 35 минут, сендерге 45 минуттан. Ағай, біздің негізі үйдегілер қыз болып болады деп ойлаған баста. Медет Асқар, сендер директор шақырып жатыр. Айта саласыз ба, біз жаңа шекіп келдік просто. Ей! Бара тұр, ағай. Ручка беш. Арай, кітап беш, кітап. Болмаса, Арай біздің қасымызға келіп отырсын да. О, қоңырау бол. Ей! Қоңырау сендер үшін емес, біз үшін. Ағай, бізге де просто туалетке бару керек та. Сіз үшін емес, өзіміз үшін. Медет тұр, жет атаңды айт. Медет, Жаңабай, Саша, Алексей, Хрущев, Петров. Раны жет атаң кісіро болып отыр. Сенің вообще оқымайтын класстастарың. Так, бүгін сабақ айтады. Болмаса полға сіңіп кетсе? Ей! Бүгін математикадан беретін апайларың ауырып қалыпты, орнына мен берем. Мен берем дейсіз ба, апай? Жабалысыңдар. Саламатсыңдар ма, балалар? Медет Жаңабай, не, бірге оған шығып едің? Ой, апа, кеше үйде Құран оқытып, біздің үйде оған емес пе? Ей! Апай, анау партаға барып отырсам бола ма? Не, астыңнан су шықты ма? Ей, тиш тамындар. Есім Масқар Оразбаев, өзін-өз танудан сабақ берем. Оразбаев? Директор әнісін кіргізіп алған ба, жұмысқа? Не айтып отырсыңдар? Шаттық бен құрайық, ағай. Бүгін шығарма жазамыз. Тақырып қандай, ағай? Қыз. Қыссан қыс дейсің. Хикаялар